Шалғайда тұратын ағайын сымсыз байланыстың сырын біліп қалды. Ақтөбе облысында CDMA желісін жеткізу жобасының екінші кезеңі аяқталды. Өңірдің 70%-на телефон тартылған. Тың технологияның қызығын 12 ауданның 284 елді мекені көріп отыр. Ал 2013 жылға қарай осы аймақтағы ауылдардың бәрі түгелдей телефон байланысымен қамтылады. Бұл жөнінде Қарғалы ауданының Шәмші Қалдаяқов ауылына жұмыс барысымен барған Қазақтелеком акционерлік қоғамының облыстағы бөлімше басшылары мәлім етті. Арғыздан Торғайға телеграф бағаналары орнатылғаннан бастап байланыстың қадірін түсініп өскендердің бірі Марш Шынтасов. Ол кезде телеграфтың өзі үлкен жетістік болатын. Ал қазір алыс елдермен сымсыз байланыс арқылы хабар алуға мүмкіндік бар. Облыс орталығындағы балаларына күн сайын телефон шалатын Шәмші ауылының ақсақалы жаңа технологияның пайдасы мол екенін айтады. Қуанышыңды бөлісетін ретте телефон. Қайғыңды естіртетін кезде телефон. Жақын жуықтарыңды құттықтайтын телефон. Амандық саулық жеткізетін барлығы телефон. Осының барлығын бір жүйеге келтіріп, қазіргі кезде ешқандай қалтысыз жұмыс істетіп тұрған Қазақтелеком. Бұрын байланыс шалғай ауылдарға әуе желілері, радио ұзартқыш арқылы жеткізілетін болатын. Қазір бағанадағы сым байланысын жаңа технология ауыстырды. VLL-CDMA желісін құру жобасы елбасының ауылдық елді мекендерді телефондандыру жөніндегі тапсырма бойынша Ақтөбе облысында 3 жыл бұрын қолға алынды. 2008 жыл 10 базалық станция орнатылды. 2009-2010 жылдар аралығында оған 38 базалық станция қосылып, өңірдің 70%-ы сымсыз байланыспен қамтамасыз етілді. VLL-CDMA технологиясы бойынша, сымсыз телефон байланыс технологиясы бойынша біз облыс көлемінің 70%-ын қамтыдық. Бұл сапалы осы күнге байланыс деп есептейміз. Бұның ең тиімділігі шығыны өте аз, тез жабдықты қойып, тез қосуға мүмкіндік біз алдық. Алдағы жылы облыстың шалғай ауылдарына әлі 18 базалық станция орнату жоспарда бар. Іс 2013 жылы аяқталуы тиіс. Осы уақытта Қазақтелекомның өңірдегі абоненттері толық сымсыз байланысты тұтынатын болады. Әлия Таласова, Болат Молдағалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.